Сәлемдеп қазақ елі, қалдарыңыз қалай? Бүгін менің таңым көз жасымды төгумен басталды. Себебі асыл рухы биік елім, жерім деген Марат Жыланбаев ағамыздың қазіргі таңда жағдайы өте нашар. Шарасыздықтан әрине көз жасымызды төгеміз. Бірақ мынау текті рухты қазақтың осыншама үнсіздігі, қазақтың үнсіздігі қаншама асыл ағаларымыздың ажалы болып жатыр. Қашан оянасыздар? Ызадан, ашудан булығып тұрмын. Осыншама өз ұрпақтарыңызға, өз қазақ балаларыңызға дың тағдырына бейжай болатындай көздеріңізге не көрінді? Ерім демейтін ел болмаса, елім дейтін ер қайдан шығады? Екінші Аран Отабектің тағдырын Марат Жыланбаев ағамыз қайталамасына кім кепіл? Мына құзғындардың қолымен қаншама қазақтың жанашыр рухты батыр балаларының көзі жойылып жатыр. Демократиялық тәуелсіз мемлекет бола тұра, өздеріңіздің ойларыңызды, өздеріңіздің пікірлеріңізді өз ұрпақтарыңыз үшін күресе алмайсыздар. Шарасыздықтан өзімді жек көріп тұрмын. Мұншалықты ез халықтың қызы болғаныма ренжимін. Өз ұрпағын, өзінің батырын, өзінің асыл тұқымды қызын, ұлын қорғай алмайтын қазақ халқының қызы болғаныма кейде ренжулімін. Ояныңдар қазақ елі. Асыл ағаларымыздың көзінің барлығын жойып құртып жатыр мына құзғындар.